Жиен. Нағашыға солай. Үйдегілер де қоймайды. Қашан үйленесің? Қашан үйленесің? Жасың келді қазір. Жасың болса кеп қалып үйленбейсің ба деп. Неғып үйленбей жүрсің енді? Нормальный қыз жоқ, нағашыға нормальный қыз жоқ. Осы сөздерің бар ғой сендер шаршатты. Қазір жастардан сұрасаң, нормальный қыз жоқ, нормальный жігіт жоқ. Алдымен өзің нормальный болсаң, нормальный қыз табылады адамға. Нормальныймыз деп жоқ қой нағашыға. Не, анау қыздар. Не нормальный сияқты. Не нормальный? Иә. Қайта нормальный қыз анау. Оны алып жоқ. Ешкімге қарап отқан жоқ. Мен адам танысым бар ма? Анау зор қыз анау. Анау қатын балатын қыз анау. О? Қараса, жүр таныстырамыз. Қойшы нағашыға. Жүрдің? Қойшы нағашыға. Дайын емессің нағашыға. Не дайындығы керек? Бүгін үйленейін деп отқан жоқсың ғой. Тісіңді жуған жоқ қой нағашыға. Жумасаң, сен сөйлейсің, мен сөйлесем. Кет, давай. Нағашыға, қойшы нағашыға. Бәрекелді. Ауа райы қандай тамаша, жиен. Қарындас кедергі жасап отқан жоқпыз ба? Жоқ, отыра беріңіздер. Жасыңыз нешеде? Қыздың жасын сұрамайды. Қыздың номерін сұрайды. Көрдің ба? Басыңыз бос па еді, қарындас? Бос. Осы жасқа дейін тұрмысқа шықпағансыз деймін ба? Әжептәуір бой жетіп қалған сияқтысыз. Тұрмысқа шығуға болар еді. Просто қазір нормальный жігіт жоқ. Нормальный жігіт жоқ? Осы жастар немене қандай болып кеткенсіздер? Сізден сұрасам нормальный жігіт жоқ дейсіз. Мынадан сұрасам нормальный қыз жоқ дейді. Қайда кеткен сол нормальный қыздар мен жігіттердің бәрі? Мынау менің жиенім. Менің жиеніме тұрмысқа шығыңыз. Не үшін? Бұл да не нормальный? Екі не нормальный қосылса, бір нормальный туатын шығар? Жиен? Давай, таныс болыңдар.